Саламатсыз ба? Менің атымда зайымдар бар, үйім бар, соны төлей алмай отырмын, қалай болады депті. Зайымдар үлкен проблема емес. Зайымдар айтуына қарағанда бұл микроқаржы ұйымдарынан алынған микрокредиттер болуы мүмкін. Ал егер қомақты сома болатын болса, былай қойшы, жалпы үйге қай кезде қатер туады? Біріншіден, кредит төленбесе және ол соттыға өтсе, сот орындаушыға өтсе, атқару ісі қозғалса, атқару ісі деген сөз сот орындаушы іс қозғайды, мәжбүрлеп өндіріп алу мақсатында. Сосын соның негізінде шоттарға, мүлікке барлығына тыйым салады. Енді үй қай кезде сатылады? Ол сумма үлкен, қомақты болса. Екі жағдайды қарайық. Біріншісінде сумма үлкен, екіншісінде үй кепілге қойылған. Кепілге қойылса да үй сатылып, кредит өтелуі мүмкін. Бұл қауіпті. Ал енді сумма 10-15 миллионның мөлшерінде болатын болса, онда да дәл солай. Ал енді сіздің суммаңыз 1 миллионға жетпейді, немесе 2-3 миллионның мөлшерінде болатын болса, одан да егер сот орындаушы өтетін болса, бөліп төлеуге жұмыс жасай берген дұрыс. Бірақ қауіптісі, бұл жерде сот орындаушы үйді сатылымға шығарып, өндіріп алуға байланысты жұмыстар жүргізуі мүмкін, бірақ ол үлкен сумма болған кезде. Ал басқа аз болған жағдайда ондай әрекеттер істемейді. Оған дейін құтыласыздар. Бұл жерде егер микрозайым болатын болса, онда оларға хабарласып, график жасап, сөйтіп төлеуге мүмкіндікті жасап көруге болады. Бірақ бұл жерде айтайын деймін, егер микрозайымдар, микрокредиттер болатын болса, продлениеге ұзартуға ақша төлемеңіздер, оның бәрі далаға кетеді. Одан да продление ақша төлегенше олармен келісіп график арқылы өтеген дұрыс. Таныстарға, туыстарға таратыңыздар осы видеоны, біліп жүрсін.